Сәлем достар, сіздермен бірге Dragon Quiz каналы. Бүгін Игра в Кальмаре 2 сериалын қаншалықты жақсы білесің тақырыбында 36 сұрақтан тұратын тапсырмалар беріледі. Дайынсыз ба? Жолдаушы қанша лотереялық билет сатып алды? Жүз дана. Басты кейіпкердің есімі кім? Басты кейіпкер қонақ үйдің қай бөлмесінде тұрды? «410-шы». Сериалдағы әрекеттер қай елде орын алған? Әрине, Оңтүстік Корея. Жалдаушы мен Сон Ки Хун қандай ойын ойнады? Русская рулетка. Кейіпкердің реттік номері қандай? Бірінші номер. Басты кейіпкердің досы кім? Қызметшінің маскасында қай фигура жоғарғы атаққа ие? Төртбұрыш. Ойыншылардың қайсысы спецназ сержанты болған? Сериалдың екінші сезонында алғашқы ойын қалай аталады? Тише едешь, дальше будешь. Финалдық ойында жүлде қанша вон құрады? $45,6 миллиард. Екінші ойында қанша ойыншы шықты? 110. Жүргізуші ойыншыларды немен салыстырды? Оқыспен. Сон Ки Хунның машинасының номері қандай? 2071. Не үшін Сон Ки Хун екінші рет ойынға қатысты? Ойынды тоқтату үшін. Бірінші ойыннан кейін қанша ойыншы тірі қалды? 365. Қай ойыншының бере жағы көп болды? Мына ойыншының номері қандай? 230. Екінші ойын қалай аталады? Алты аяқты пентатлон. Аяғы ауыр Джун Хидің номері қандай?
222. Сон Ки Хун екінші сезонда қай номер алды? 456. Таныстың шашының түсі қандай? Ойыншылардың қайсысы криптоблогер? Екінші ойында ойыншыларға қанша кіші ойын ойнауға жетеді? 5. Уно Ылдың маскасында қандай фигура? Бес таспен ойнайтын ойын қалай аталады? Кангиной. Күзетшілердің маскаларындағы шеңбер қандай мағына береді? Болжаушы ойыншы өзін кім деп атады? Теңіз шаманы. Қайсысы екінші ойында Сон Ки Хунмен бір командада болған жоқ? Мына кіші ойындардың қайсысы алты аяқты пентатлонның соңғы ойыны? Ләңгі тепу. Ойынды тоқтату үшін қай батырманы басу керек? Енді бұл кірпіге түсінікті шығар. Қара маскадағы және төртбұрышты суреті бар солдаттың қызметі қандай? Офицер. Батырма. Ойын қалай аталады? Үшінші артық. Мына ойыншылардың қайсысы 125 номермен ойнады? Мына ойыншының номері қандай? Бұл әжейдің номері 149. Үшінші ойында неше раунд болды? 5. Достар, каналға тіркелейік, лайк басайық, және комментке қанша сұраққа жауап бергеніңізді жазып кетіңіз. Және де бұл ойынды өз досыңызға жіберіп қойыңыз. Келесі көріскенше.